Сәлеметсіздер ме? Ораза қабыл болсын. Міне түнімен біздің жақта қар жауып шықты. Алматының төңірегінде. Кеше күн жылы көктем еді. Бүгін бізде күн суытып, кәдімгідей қыс сияқты болып тұр. Мен бүгін қалаға шықтым. Үйде отыра бермей, кішкене сергіп келейін деп. Такси шақыртып едім, жүргізуші ініміз болып шықты, жерлесім. Аты Ерлан. Видеоға түсіріп едім. Дұрыс түспей қапты. Енді келесі жолы Ерланды дұрыстап түсіреміз. Бір кездескенде Құдай бердіп. Сауда орталықтарын аралап, аяғыма жұмсақ тапочка алдым. Және бір чайнек алдым. Көк базардан бадьян, тмин, кумин, агар-агар, және виноукс, қызыл бұрыш, тағы басқа керекті приправалар алдым. Мен тамақтың дәмін приправамен кіргіземіз ғой. Келесі жолы сіздерге приправа туралы, тамақтың дәмін қандай приправалар дәмін кіргізетін туралы сіздерге өзімнің тәжірибемді бөлсем келесі жолғы видеода.